басамын, жаншимын, сенің түгін қалдырмаймын, жоқ етем деген күш, дүлей күш келді. Бір жағында панасыз, әбден үріккен, қорыққан, жалтақ ұлттық мүдде тұр. Оны білдіруші қатар жастар. Андропов, Черненко, Горбачев. Кеше үлкен жаңа Таймирис үлкен аналарымыздың Когда проходили события на площади, в школах в это время традиционный конкурс «Праздник народов Советского Союза». С заменой фамилий, ну, скажем, там, Абуов, Ибрагимов, Максутов и так далее. Шел, держал лозунг «Приветствуем ленинскую национальную политику». Или выкрикивал такие лозунги. Ну, что же националистического в этом лозунге? Ленинская национальная политика, это была политика партии. Мен сонда Алатауға қарап ойладым, Алатаудан басқа бізге пана қылатын ештеңе жоқ екен. Ровдыға келгеннен кейін бізді шақырдық, келдік. Сөйтіп жаңада мен ақыл айтып отырсам, ол маған айтады. Мына идея үшін больше страдали дейді, орысша сөйлейді. Я буду сидеть, сколько надо. Сана сезімнің сондай биіктігіне